Лайқа суды жайына қалдыр, сонда ол таза әрі мөлдір болады. Адамдардың жиі іздегені жоғалтқан нәрселерін емес, таппаған нәрселерін іздейді. Ақылды әйел кімдікі дұрыс болса, сол бақытты деп ойлайды. Ал дана әйел кім бақытты болса, соныкі дұрыс екенін біледі. Ақылды болғың келсе, айналаңды ақылдылармен толтыр. Мықты болғың келсе, мықтылармен толтыр. Егер ешқайсы бірі жоқ болса, дана бол. Жеңілістеріңнен сабақ ал, сонда жеңіске еріксіз жетесің. Есіңде болсын, адамдардың сыртынан не істесең де, Құдайдың көз алдында істейсің. Сенде достарыңның болмағаны жаман. Одан да жаманы, оларды бар деп сенуің. Сана қаншалықты төмен болса, кемсіту мен балағаттау да соншалықты жоғары болады. Бақыт деген жаратушыдан сұраудан гөрі, оған көп шүкіршілік айтатын халде болуың. Адамда тәкаппарлық қаншалықты жоғары болса, басқалардың жетістікке жетуі соншалықты ауыр тиеді. Сен таудың ең биік шыңында болуың мүмкін, ал біреу жердегі ең төменгі құрдымда болуы мүмкін. Бірақ саған көктегі жұлдыздарға соншалықты алыс қой, оған алыс болғаны сияқты. Құдайға еш нәрсе болмайды, біз оған сенуді доғарсақ. Бізге болады болатын нәрсе. Әдемі көздерге ғашық болу оңай-ақ, бірақ тек әдемі жүректі ғана сүюге болады. Бұл дүниеде адамның өзі емес, оның мәртебесі маңызды, оның қандай адам екендігі емес. Батырлық деген өз қорқынышын жеңуді білдіреді, қорқудың жоқтығын емес. Қашан сен өзіңде барды бағалауды үйренсең, өзіңде жоққа шағымдануды қоясың.